Қайырлы күн достар. Сіздермен үй жағдайында өте оңай әрі жеңіл салаттардың бірін жасайтын боламыз. Алдымен мен каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Ал бисмиллах деп піскен етімізді алып, соломка тәріздес ұзынша етіп турайтын боламыз. Менде мына жерде салатқа керек қияр, помидор, сыр, лаваш керек болады, бір лаваш. Осылайынан еттерімізді жақсылап соломка тәрізді ұзын-ұзын қылып турап алатын боламыз. Одан кейін барлығын осылайынан турап болғаннан кейін балғын қиярымызды турайтын боламыз. Ыдысымызға салып қоямыз. Одан кейін қиярымызды бұны да ұзынша етіп турап алатын боламыз. Осылайынан барлығын турап ыдысымызға салып қоямыз бұны да. Одан кейін помидорымыз, яғни қызанағымызды, оны да әдемілеп турап алатын боламыз. Барлығын турап, бұны да ыдысымызға салып қоямыз. Ендігі кезек бізде осындай лаваш. Бұның орнына жұмыртқадан құймақ жасап турасаңыздар да болады. Мен үйде лаваш болғандықтан лавашты турайтын боламын. Осылайынан жақсылап бұны да турап алатын боламыз. Бізге сыр керек болады. Бұны ыдысымызға саламыз да, сырымызды теркадан өткізіп қоятын боламыз. Осылайынан өткізіп, бұны да бір шетке алып қоятын боламыз. Жаңағы туралған нелеріміздің үстінен, салаттарымыздың үстінен тұзын салып, приправаларын салатын боламыз. Сіздерге қандай дәм ұнайды, дәмдеуіштерді салып, үстіне лавашымызды салатын боламыз. Бәрі араластырып жібереміз да, үстінен майонез қосатын боламыз. Өте дәмді салаттардың бірі. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Үйлеріңізге қонақ келгенде тез-тез жасап жүрсеңіздер болады. Барлығын араластырып, достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Барлық құрамын описание бөліміне қалдыратын боламын. Осындай ыдысымызға салатымызды салып, бетіне сыр сеуіп, қонақтарымызға ұсынсақ болады. Өте әдемі әрі тойымды салаттардың бірі. Бізге ас болсын.